көрермен, эфирде менің таңдауым бағдарламасы. Бағдарламамыздың бүгінгі саны дене шынықтыру және спорт мамандығының 3-ші курс студенті, Атыраудан шыққан тұңғыш Азия чемпионы Сырбаз Талғатқа арналады. Айта кетейік, 17 сәуірде Алматы қаласында өткен еркін күрестен Сырбаз алтын медаль алып, Азия чемпионы атанған болатын. Ендеше Сырбазды жеңісімен құттықтап, жақынырақ таныс болайық. Спорт саласына еркін күреске ауылдан бастап қатыстым. Ауылда еркін күрестен басқа спорт түрі болған жоқ бізде. Ағаларым осы еркін күрес салына апарып, кішкентай кезімнен осы Гаукент Нәсіпқали деген бапкерге апарды. Сол ағайымыз осы аудандық жарыстарға шығарып жүрді, облыстық жарыстарға шығарып жүрді. Сол кісіге үлкен рахмет айтамын. Содан кейін 9-шы сынып бітіргеннен кейін осы Атырау қаласына жіберді осы Жағымбай Аслан ағайға. Сол жаттықтырушым, қазір сол жаттықтырушыда жаттығу жасап жатыр. Мен қазіргі таңда осы Халел Досмухамедов атындағы университеттің дене шынықтыру және спорт мамандығының 3-ші курс студентімін. Бұл университет таңдаған себебіміз енді білікті мамандар жұмыс істейді, білім өте жоғары. Жарыстарға шықсақ бағана қолдау көрсетіп, бағана көмектесіп отырады. Қазір өзім енді ректор жанынан грант оқып жатырмын. Сол университет қабырғасында жүріп 2019 жылы Ақтөбе қаласында өткен студенттер арасында 10-шы жазғы универсиадада жеңімпаз атандым. Жастар арасында Азия чемпионы болдым. Сол жылы жастар арасында әлем чемпионатында қола жүлдегер атандым. Қазір енді осы жылы ересектер арасында Қазақстан чемпионы болып, Азия чемпионатына жолдама алып, Азия чемпионы болып. Алдағы уақытта енді осы 25-ші сәуір Әзербайжан елінде Баку қаласында жаттығу жиынына кетіп бара жатыр. Содан кейін Польша елінде жарыс болады. Уже ары қарай Олимпиада ойындары болады, әлем чемпионаты болады күзде. Сол жаққа дайындаламыз. Бапкерлермен, командамен. Атырау университеті дарынды білімді түлектерді қолдайды. Университет жанынан барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Сіздерді сапалы білім алуға шақырамын. Мамандық таңдауда қателеспеңіздер. Сырбазға келетін болсақ, енді ол Индер ауылында туылған жерде, сояқтан алғашқы қатысып, сояқта түнде өкіседі. Содан 9-шы класста осы жаққа келіп, маған келді. 9-шы класстан бастап қазіргі уақытқа дейін жұмыс жасап жатырық. Жарыстарда, оқу жаттығу жиындарда бірге жүріп, өстіп, Қазақстан чемпионы болды, жасөспірімдер арасында, жастар арасында Қазақстан чемпионы болды, әлем чемпионы 3-ші орын алды, Азия чемпионы болды. Енді осы ересектер арасында желтоқсан айында өткен Қазақстан Республикасының чемпионатында Алматы қаласында 1-ші орын алып, желтоқсан айында Азия чемпионатына жолдама алды. Енді кеше сәуірдің 17-сі күні Алматы өткен Азия чемпионатында 1-ші орын алды. Енді алдағы уақытта қазір Олимпиада, әлем чемпионы бар, соған дайындаламыз. Оқу жаттығу жиыны бар, жарыстары бар. Сырбазға келетін болса, енді өте жақсы, тәрбиелі, тәжірибелі, дисциплина, самый главный спортта дисциплина болса, тәртіп керек. Қазір енді сол дайындалып жатыр. Университет тарапынан алғысымыз шексіз. Енді осы грант оқып, ректордың грантына оқытып жатыр, марапаттап жатыр. Қазіргі таңда Атырау университетімен білімді жастарды бірге тәрбиелеудеміз. Жаңа ғана біз айтып өттік, Азия чемпионатымыз. Сырбаз жөнінде айтатын болсақ, Сырбаз біздің қазіргі уақытта 3-ші курс студенті, дене шынықтыру және спорт мамандығының. Бізге келген кезде ол 2019 жылы 1-ші курсқа қабылдаған болатынбыз. Содан бері Сырбазды өте жақсы білемін. Индер ауданының тумасы. Онан кейін 9-ші класста Атырауға ауысып қалып, Атырауда өзінің жаңағы жаттықтырушысымен кездесіп, Аслан Жаманбаев деген жаттықтырушы да ол біздің түлегіміз. Иран қаласында өткен кәсіби жағалау елдерінің спартакиадасында, универсиадасында еркін күресте 3-ші орынды жеңіп алған. Енді Сырбаз жөнінде өте талантты, өзінің жаңағы күресінен үлкен үміт күтетін палуандардың бірі. Енді біздің университетімізде жалпы Сырбаздан басқа да көптеген жаңағы
жоғарғы дәрежедегі өзіміздің еліміздің құрама командасында жүрген спортшылар көп. Жалпы біздің кафедрада, біздің мамандықта, осы дене шынықтыру және спорт мамандығында жалпы 30% осы Қазақстан құрамасы командасында жүрген спортшылар. Енді сырбаз алдағы уақытта үлкен жетістікке жетеді деп отырмын. Енді 24-ші жылы олимпиада чемпионы болады деген ойдамын. Иә, достар, өздеріңіз байқағандай, студенттеріміз әртүрлі салада үлкен жетістіктерге жетуде. Лайым осындай студенттеріміз арта берсін. Сырбаз, саған алдағы жарыстарыңа сәттілік тілеймін. Әлемдік додаларда еліміздің даңқын арттырып, биік белестерден көріне беруіне тілектеспін. Я, қымбатты көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.